Арқаның терең медиалды тракт бұлшықеттері бірінші бұлшықет біз жатқызамыз көлденең арқалық бұлшықеті мускулюс трансверза спиналисті. Бұл бұлшықет бізде арқаны тік ұстап тұрушы бұлшықет мускулюс эректор спинаның астында жататын болып саналады. Және де бұл бұлшықет талшықтары қысқа болып келеді және қиғаш бағытта мына төменгі омыртқалардың көлденең өсінділерінен бастау алатын болып саналады және жоғарғы омыртқалардың арқа өсіндісіне барып бекиді. Топографиялық орналасуына қарай бұл бұлшықет талшықтарының бізде ұзын қысқалығына қарай және аттап барып бекитін бұлшықеттеріне қарай үш бөлікке бөлеміз. Біріншісі бұл 5-6 омыртқаларды асып барып бекитін бұлшықеттер, бұл жартылай аралық бұлшықеттер мускулюс семиспиналис деп аталады. Одан кейінгі 2-4 омыртқаларды асып барып бекитін бұл тарамдалған бұлшықеттер мускулюс мультифиди деп атайды. Немесе мынаны қарасақ болады, мына жерден анық көрінеді. Екі омыртқаны асып аттап тұр. Одан кейінгі қысқалау келіп, сол омыртқадан бұлшықеттің арқа өсіндісіне бекитін айналдырғыш бұлшықеттер мускулюс ротатористі көруімізге болады. Мінекей бұл осы бұлшықеттер. Бірінші жартылай аралық бұлшықеттер мускулюс семиспиналис. Топографиялық орналасуына қарай кеуделік, мойындық және де бас маңында орналасқан бұлшықеттерге бөлінеді. Жартылай аралық бұлшықеттің кеуде бөлігі мускулюс семиспиналис тарацис. Ол төменгі 6 кеуде омыртқалардың көлденең өсінділерінің аралығында орналасып, 5-7 омыртқаны асып барып бекитін болып табылады. Келесі жартылай арқалық бұлшықеттің мойындық бөлігі мускулюс семиспиналис сервицис деп аталады. Немесе оны екінші атауы мускулюс семиспиналис колли деп атасақ болады. Жалпы бұл бұлшықет жоғарғы кеуде омыртқалардың өсіндісінен төменгі 6 мойын омыртқалардың арқа өсінділерінің аралығында бастау алатын болып саналады және 2-5 омыртқалардың асып барып бекитін болып саналады. Яғни бұл мойын омыртқаларына барып бекиді. Келесі жартылай арқалық бұлшықеттің бас бөлігі мускулюс семиспиналис капитис деп атаймыз. Жалпы бұл бұлшықеттер жоғарыға 5 кеуде омыртқалардың көлденең өсінділерінен бастау алатын болып саналады және де төменгі 3-4 мойын омыртқаларынан және де шүйде сүйегінің желкелік сызықшасына барып бекитін болып саналады. Жалпы бұл бұлшықеттің негізгі қызметі барлық бөлігі жиырылған кезде басты шалқайту және де омыртқа бағанасын тік ұстау қызметін атқарады. Ал бір жағы ғана жиырылатын болса, бұл басты жиырылған жаққа қарай бұру қызметін атқарады. Келесі бұлшықет бұл бізде тарамдалған бұлшықет, мына жерден көрсек болады, мускулюс мультифиди, немесе мына жерден көреміз. Жалпы жартылай арқалық бұлшықеттің және де арқаның тым ұзын бұлшықетінің арасында орналасатын көлденең өсіндісі мен арқалық өсінділерінде орналасатын омыртқалардың және де 2 омыртқа, 3 омыртқа, кейде 4 омыртқаны асып барып бекитін бұлшықеттер болып табылады. Жалпы бұл бұлшықеттер 2-ші мойын омыртқасына дейінгі аралықта созылып жатады. Келесі бұлшықет бұл бізде айналдырма бұлшықеттері мускулюс ротаторис деп аталады. Мінекей мына бұлшықеттерден анық көреміз. Бұлар көлденең арқалық бұлшықеттердің ішінде тереңде орналасқан бұлшықеттерге жататын болып саналады. Топографиялық орналасуына қарай бұл бұлшықеттерді біз мускулюс ротаторис сервицис, яғни мойын аймағында орналасқан бұлшықеттерге, сонымен қатар мускулюс ротаторис тарацис кеуде аймағында орналасқан бұлшықеттерге және де мускулюс ротаторис люмборум бел аймағында орналасқан бұлшықеттерге бөлеміз. Жалпы бұл бұлшықеттердің бұлшықет талшықтары ауыз омыртқадан басқа бүкіл омыртқалардың көлденең өсінділерінен бастау алып, бір омыртқаны асып барып, яғни мынадан көріп тұрсыздар, бір омыртқаны асып барып, сол омыртқаның арқа өсіндісіне барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі
көлденең арқалық бұлшықеттердің екі жақтық бөліктері егер бірдей жиырылатын болса, омыртқа бағанасын тік ұстап жазу қызметін атқарады. Бір жағы жиырылса, омыртқа бағанасын сол жаққа қарай бұру қызметін атқарады. Келесі арқаралық бұлшықеттер мускулюс интерспиналис. Мінекей, мына жерден көре аламыз. Бұл бұлшықет талшықтары қысқалау және де жұп болып, көршілес омыртқалардың арқа өсінділерінің аралығында омыртқаны бойлай орналасатын бұлшықет болып табылады. Бұлшықеттер топографиялық орналасуына қарай арқалық мойын бұлшықеттері, яғни мускулюс интерспиналис сервицис, және де арқалық кеуде бұлшықеттері мускулюс интерспиналис тарацис, және арқалық бел топ бұлшықеттері мускулюс интерспиналис люмборумға бөлінеді. Жалпы негізгі қызметі омыртқа бағанасын жазып тік ұстау қызметін атқарады. Келесі омыртқалардың көлденең өсінді аралық бұлшықеттері мускулюс интертрансверзарий деп аталады. Бұл бұлшықеттер тобы омыртқалардың көлденең өсінділерінің аралығында орналасатын жұп бұлшықеттер болып табылады. Топографиялық орналасуына қарай мойын омыртқаларының көлденең өсінділерінің аралық алдыңғы және артқы топ бұлшықеттеріне мускулюс интертрансверзарий антериорис et posteriorис cervicis, кеуде омыртқаларының көлденең өсінділерінің маңындағы бұлшықеттерге мускулюс интертрансверсарий тарацис, және де бел омыртқаларының көлденең өсінді аралық латеральды және де медиальды топ бұлшықеттері мускулюс интертрансверсарий латералис et медиалиске бөлінетін болып саналады. Негізгі қызметі жағынан екі жағы бірдей жиырылған кезде омыртқа бағанасын тік ұстап тұру, ал бір жағы жиырылған кезде омыртқа бағанасын сол жаққа қарай, яғни жиырылған жағына қарай бұру қызметін атқарады. Сонымен қатар бізде мына омыртқа бағанасын шүйде сүйегімен буындасқан бөлігінде қозғалмалы көлденең арқа өсіндісі аралық бұлшықеттері, яғни мускулюс трансверзис спиналистің айрықша дамыған төрт бұлшықеті, яғни бұл бұлшықеттердің тобы шүйде асты бұлшықеті мускулюс субакципиталиске бөлінетін болып саналады. Соларға тоқтала кететін болсақ, бірінші бастың үлкен артқы тік бұлшықеті мускулюс ректус капитис постериор майор деп аталады. Бұл бұлшықет екінші мойын омыртқасының арқа өсіндісіне бастау алатын болып саналады және өрлеме бағытта өтіп, мына шүйде сүйегінің төменгі желкелік сызықшасының латеральды қапталына барып бекитін болып саналады. Бастың артқы тік кіші бұлшықеті мускулюс ректус капитис постериор минор деп аталады. Бұл бұлшықет ауыз омыртқаның артқы төмпешігі туберкулум постериустан бастау алып, шүйде сүйегінің төменгі желкелік сызықшасы линия нукха инфериордың латеральды қапталына барып бекетін болып саналады. Бастың қиғаш орналасқан жоғарғы бұлшықеті мускулюс обликус капитис супериор деп аталады. Бұл ауыз омыртқаның көлденең өсіндісінен басталып, шүйде сүйегінің төменгі желкелік сызықшасы линия нукха инфериорға барып бекетін болып саналады. Және соңғы бұлшықет мускулюс обликус капитис инфериор бастың қиғаш төменгі бұлшықеті екінші мойын омыртқасының аралық өсіндісінен бастау алып, қиғаш латеральды бағытта өтіп, ауыз омыртқасының көлденең өсіндісіне барып бекетін болып саналады. Жалпы бұл бұлшықеттердің негізгі қызметі басты ауыз омыртқасымен бірлесіп, екінші мойын омыртқасының тіс тәрізді өсіндісінің бойында айналдыру қызметін атқаратын болып саналады.